Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 23-ші сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім деп аталады. Бүгінгі сабақта сын есімдерді ажыратуды, мәтін мазмұны бойынша өз ойымызды айтуды, сонымен қатар диалогке қатысуды үйренеміз. 9-шы жаттығуда мәтін берілген мәтінді тыңдаймыз. Қазіргі кезде ғарышты игеру жылдам алға басып келеді. Аз ғана уақытта жер төңірегіне 2000-ға жуық жасанды серік ұшырылды. Жердің жасанды серіктері халық шаруашылығына үлкен қызмет көрсетеді. Ғарыштан түсірілген суреттер ауа райын болжауға мүмкіндік береді. Жасанды серіктер арқылы телехабарлар таратылады. Алыс жерлермен радио, телефон байланыстары жүргізіледі. Көптеген елдердің ғарыш кемелері біздің республикамыздағы Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылады. Бұл мәтін дүниетану анықтамалығы кітабынан алынған. Енді оқушылар осы мәтінге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: тыңдаған мәтін мазмұны бойынша өз ойыңды айт дейді. Енді оқушылар бұл тыңдаған мәтін бойынша біз өз ойымызды еркін айтуға үйренеміз. Яғни осы мәтінде біз не түсіндік, сол туралы өз ойымызды айтамыз. Жердің жасанды серіктері ғарышқа ұшырылады. Сол арқылы ғарыштан суреттер түсіріледі. Суреттер арқылы ауа райын болжауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жердің жасанды серіктері арқылы біз интернетті пайдалана аламыз. Радионы, телефонды, теледидарды, яғни осы интернетке қатысты барлық мәліметтерді пайдалана аламыз. Сонымен қатар біздің Қазақстан жеріміздегі Байқоңыр ғарыш айлағынан көптеген елдердің ғарыш кемелері ұшырылады екен. Келесі тапсырма: энциклопедиядан Байқоңыр ғарыш айлағы туралы біліп ал дейді. Байқоңыр ғарыш алаңы әлемдегі ең ірі ғарыш айлағы. Байқоңыр ғарыш алаңы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан. Іргесі 1955 жылы қаланған. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашық болуы, экватор жазықтығына жақындығы, ракета ұшырудың қауіпсіздігі және қайтып оралатын ғарыштық объектілер үшін қолайлы қону аймақтарының болуы, сонымен қатар тағы да басқа факторлар ескерілді. Байқоңырда 1961 жылы 12 сәуірде адамзат тарихында тұңғыш рет Юрий Алексеевич Гагарин Восток ғарыш кемесімен ғарышқа аттанды. Байқоңыр ғарыш айлағынан 1991 жылдың 2 қазанында тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров Союз Т-13 ғарыш кемесімен Байқоңырдан ғарышқа көтерілді. Мінеке оқушылар, энциклопедиядан осындай Байқоңыр ғарыш айлағы туралы деректер бар. Келесі тапсырма: қарамен жазылған сөздер сын есімнің қай түріне жатады? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге үлкен және алыс деген сөздер берілген. Бұл сөздер дара сын есімге жатады, себебі бір ғана сөзден құралып тұр. Және қандай деген сұраққа жауап береді. Қандай қызмет көрсетеді? Үлкен қызмет көрсетеді. Қандай жерлермен? Алыс жерлермен. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 10-шы жаттығуда сендер ғарыш айлағына бардыңдар. Ғарышқа ұшқалы жатқан ғарышкермен кездестіңдер. Ғарышкерге қандай сұрақ қояр едіңдер дейді. Бірің ғарышкер, бірің тілші болып, бір-бірімен сұхбаттасыңдар. Яғни оқушылар, біріміз ғарышкер, біріміз тілші ретінде әңгімелесіп сұхбаттасамыз. Сәлеметсіз бе? Сізге бірнеше сұрақтар қойсам болады ма? Сәлеметсіз бе? Иә, болады. Яғни ғарышкер айтады. Ғарышкер болу сіздің арманыңыз болды ма? Иә, ғарышкер болу бала күнгі арманым болды. Кітаптардағы мәліметтерді оқығанда аспандағы ұшақтарға, жұлдыздарға қарап ғаламшардан шығу арманым болды. Қазір ғарышқа ұшайын деп жатырсыз, қуаныштысыз ба? Иә, әрине қуаныштымын. Мен бұл мамандықты ерекше жақсы көремін. Және әрбір сапарымызға жоғарғы дайындықпен ұшамыз. Сұхбатыңызға рахмет, сапарыңыз сәтті болсын. Сізге де рахмет, сау болыңыз. Мінеке оқушылар, осылай біріміз ғарышкер, біріміз тілші ретінде осындай сұхбаттар құрып әңгімелессек болады. Келесі 11-ші жаттығуда берілген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Берілген сын есімдерге қызыл ала, жасыл, сары ала, көк ала деген сөздер берілген. Осы сөздерді қатыстырып мынадай сөйлем құраймыз. Менің қызыл ала түсті бұзауым бар. Келесі жасыл деген сөзге: ағаштардың жасыл жапырақтары жайқалып тұрды. Келесі сары ала деген сын есімге: анам дүкеннен сары ала алма сатып әкелді. Келесі көк ала деген сөзге: менің көк ала түсті жейдем бар. Енді оқушылар осы
сөйлемдердің ішінен сын есімдердің астын сызамыз. Яғни сын есімдерге қызыл ала, жасыл, сары ала, көк ала деген сөздер жатады. Осы сөздердің астын сызып қоямыз. Және олардың дара және күрделі екенін айт дейді. Қызыл ала деген күрделі сын есімге жатады, себебі екі сөзден құралып тұр. Қызыл және ала деген сөзден. Жасыл деген дара сын есімге жатады, себебі бір ғана сөзден құралып тұр. Келесі сары ала деген күрделі сын есімге жатады, екі сөзден құралған. Және көк ала дегенде күрделі сын есімге жатады, себебі екі сөзден құралған. Көк және ала деген екі сөзден құралып тұр, сондықтан да күрделі сын есімге жатады. Келесі 12-ші жаттығуда өзің қалаған бір сын есімді таңдап ал. Сол сын есім туралы жоспар бойынша әңгімеле дейді. Яғни бір сын есімді таңдап аламыз. Қызыл, қызыл ала, жасыл, немесе сары, көк ала деген сын есімдер бар. Сол сын есімдердің біреуін таңдап аламыз және сол туралы төмендегі сұрақтар бойынша жауап беріп әңгімелейтін боламыз. Бірінші сұрақ: бұл сын есім қандай сұраққа жауап береді? Екінші сұрақ: нені білдіреді? Үшінші сұрақ бойынша мағынасы жағынан қай зат есіммен байланысады? Төртінші сұрақ бойынша дара ма әлде күрделі ме? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы әңгімелейміз. Мен қызыл ала деген сын есімді таңдадым. Қызыл ала бұл сын есім қандай деген сұраққа жауап береді? Ол заттың түсін білдіреді. Мағынасы жағынан алма, көйлек, қарындаш зат есімдермен байланысады. Бұл сын есім күрделі сын есімге жатады. Келесі 13-ші жаттығуда сурет берілген. Сурет бойынша сын есімдерді қатыстырып, мәтін құрастырып жазды. Суретте баланың ғарышта ұшып жүрген суреті берілген. Онда скафандр киген бала және жұлдыздарды, басқа да ғаламшарларды тамашалап жүрген баланың суреті берілген. Енді осы сурет бойынша мынадай мәтін құрастырамыз. Тақырыбы ғаламшарда деп аталады. Асқар ғарышта көк түсті скафандр киіп ұшып жүр екен. Мен ғаламшардамын деді. Көк аспанда жарқыраған жұлдыздар мен үлкен ғаламшарларды көрді. Ғаламшарлардың түстері жасыл, сары, сары ала екен. Ол жердегі достарына қолын бұлғап қояды. Асқар өзін ержүрек батырмын деп сезінді. Бір кезде ұйқысынан оянып кетті. Сөйтсе, бұл тәтті түсі екен. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.